Бәріне сәлем, бұл көз әлемі каналы. Бүгінгі видеода мен саған ең қиын логикалық сұрақтар бейнесін жасырамын. Видеоны бастамас бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпа. Марлен кешкі уақытта үйіне қайтып келсе, үйінде бір полицей жүр екен. Ол полицейден «Менің үйімде не істеп жүрсіз?» деп сұрайды. Ол былай деп жауап береді. Полиция бөлімшесіне біреу қоңырау шалып, осы үйде ұрлық болғанын хабарлады. Мен нақты не болғанын анықтау үшін осында келдім дейді. Бұны естіген Марлен, сен шынайы полицей емессің дейді. Ал енді саған сұрақ, ол неге олай деді? Ол осында ұрлық болды деп хабарлаған соң, полиция бөлімшесіне келдім деді. Бірақ Марлен жұмыстан келген кезде далада полиция көлігі көрінбеді. Демек ол полицей болып киініп алған ұрлықшы болуы мүмкін. Марленнің үйінде өтірік полицей киініп алған ұрлықшы нағыз жынды екен. Ол Марленге қаруын тақап, менің тапсырмамды орындамасаң, өлтіремін. Ал егер орындасаң, тып-тыныш кетіп қаламын дейді. Оның тапсырмасы мынадай. Марленнің алдында 3 стақан бар. Біріншісінде су, екінші стақанда шырын, ал үшінші стақан бос тұр. Ол су мен шырынды үшінші бос тұрған стақанға құюы керек. Ал сосын қайтадан екеуін бөлек стақанға бір-біріне араластырмай құюы керек. Бұлай жасауға болады деп ойлайсың ба? Болса, қалай? Әрине болады, ол өз үйінде жүр емес пе? Сондықтан бірінші тұрған суды алып, бос стаканға құйып, оны тоңазытқышқа салып, қатырып алу керек. Су қатқан соң, үстіне шырынды құйып, оларды қайтадан бөлек стаканға құя алады. Осы суретке қара, енді төмендегі суретке қара. Осы фигура толық болу үшін қай бөлік қажет? Әрине үшінші бөлік қажет. Егер дұрыс тапсаң, осы видеоға лайк баса кет. Жамал апаның үйін біреу тонап кетіпті. Оқиға орнына барған детектив, бұны істеген оның көршілері болу керек деген болжамға тоқталады. Сондықтан ол Жамал апаның көршісінің үйіне барады. Ол көршісінің үйіне бармағанына біраз болғанын, тіпті орнынан әрең қозғалатынын айтады. Одан соң ол Айгүл апаның үйіне барады. Ол, менде мысық пен иттен аллергиям бар, ал Жамалдың үйінде мысық бар. Сондықтан мен оның үйіне соңғы рет 1 жыл бұрын кіргенмін дейді. Детектив екі үйге кірген соң ары қарай басқа үйге кірудің мәні жоқ. Мен кімнің ұрлықшы екенін білдім дейді. Қалай ойлайсың? Қай адам ұрлықшы? Айгүл апай мысық пен иттен аллергиям бар деген болатын. Бірақ оның үйіне қарасаң, мысықтың тамақ ішетін табағын байқауға болады. Демек ол, детектив өзіне күдіктенбесін деп, мысықтан аллергиям бар деп өтірік айта салған. Бір күні Сая пляжға шомылуға келеді. Ол күнге қыздырылып жатып, суға шомылуға кетіп қалады. Қайтып келсе, заттары жоғалып кетіпті. Сондықтан полицейлерді шақыртады. Келген полицей 3 күдіктіні анықтайды. Бірақ үшеуі де мен ұрламадым деп мойындамайды. Полицей ұрлық болған жерді қарап болған соң, кімнің ұрлықшы екенін анықтайды. Ал сен қалай ойлайсың? Кім ұрлықшы? Жауабы, Саяның жатқан жерінен 2 аяқ ізін байқауға болады. Оның біреуі Саяға тиесілі, өйткені ол жалаң аяқ жүрген болатын. Ал екіншісі ұрлықшыға тиесілі екені анық. Ол шлепканың ізі. Күдіктілердің ішінде аяқ киімі бар адам осы. Демек, ұрлықшы осы адам. Айдос офисте жұмыс істеп жатқан кезде оған біреу хабарласып, сені өлтіруге біреу бара жатыр, тезірек қаш дейді. Сондықтан ол тезірек қашуға тырысады. Және ол лифттің қасына жақындайды.
Осы екі лифттің біреуінің ішінде оны өлтіруге келе жатқан қылмыскер бар. Ал енді саған сұрақ. Осы екі лифттің қайсысында оны өлтіруге келе жатқан қылмыскер бар? Жауабы, егерде лифттің үстіндегі сандарға қарайтын болсақ, бірінші лифт астыдан жоғары қарай, ал екінші лифт жоғарыдан астқа қарай келе жатқанын көруге болады. Егерде қылмыскер оны өлтіруге келе жатқан болса, онда ол жоғарыдан емес, әрине асты жақтан келеді. Демек қылмыскер сол жақтағы лифтте келе жатыр. Компания басшысының кеңсесінде тұрған сейфті біреу кілттің көшірмесін жасау арқылы ашып, қымбат тұратын бриллиантты ұрлап кетеді. Компания директоры детективті шақыртып, кімнің ұрлап кеткенін анықтап беруін сұрайды. Детектив тексеріс жүргізіп, 3 күдіктіні анықтайды. Оларды директордың кеңсесіне шақыртып, сағат 14:00-де сендер не істедіңдер деп сұрайды. Бірінші күдікті, бұл уақытта менде үзіліс болғандықтан ұйықтап жаттым дейді. Екінші күдікті, бұл уақытта мен кеңсенің сыртын күзетіп тұрдым, бриллиантты мен ұрламадым дейді. Үшінші күдікті, кеңселерді тазалап жүргенін айтты. Ал енді сұрақ, бриллиантты ұрлаған кім? Жауабы, бриллиантты ұрлаған екінші күдікті. Себебі, детектив күдіктілерге 14:00-де не істедіңдер деп сұрақ қойып, бриллиант туралы ештеңе айтпады. Сонда екінші күдікті бриллианттың ұрланғанын қалай біліп қойды? Демек, ұрлықшы осы адам. 2023 жылдың 27 желтоқсан күні таңғы уақытта кеңседе ақша ұрланады. Оқиға орнына барған детектив күдікті ретінде 3 адамды анықтайды. Детектив оларға ақшаны біреу ұрлап кетіпті. Сендер бұл уақытта не істедіңдер деп сұрақ қояды. Айдос, бұл уақытта мен 2023 жылдың қорытындысын жазып жатқан болатынмын дейді. Ал Айжан, бұл уақытта мен кеңседегі клиенттермен сөйлесіп, оларға ақпарат беріп жатқанмын дейді. Ал Қанат, бұл уақытта түскі үзіліс болғандықтан асханаға түскі ас ішуге кеткенін айтады. Ал сен қалай ойлайсың? Кім ұрлықшы? Жауабы, ұрлықшы Қанат. Себебі ол детективке өтірік айтты. Оқиға таңғы уақытта орын алған деген болатынмын. Егер оқиға таңғы уақытта болса, қайдағы түскі үзіліс? Демек ол қылмысын жасыру мақсатында өтірік айтқан. Айбарды біреу мейрамханада өлтіріп кетіпті. Мейрамхана басшысы бұл туралы біліп, қылмыскер қашып кетпесін деп есік терезелерді құлттап, келушілерді кіргізбей қояды. Айбардың үстелінде 2 стақан тұр. Біреуі Айбар ішкен су, екіншісі қылмыскер ішкен су. Олар отырған жерде камера жұмыс жасамағандықтан, сол уақытта сол маңда болған 3 күдіктіні анықтайды. Осы тұрған 3 күдіктіге қарап, Айбарды өлтірген қылмыскерді тауып көр. Айбардың қасында тұрған стақаннан қызыл түсті ерін талабын байқауға болады. 3 күдіктінің арасында ернін қызыл түске бояған осы қыз, демек қылмыскер осы. Мына суретке мұқият қара. Баланы ұрлаған кім? Жауабыңды комментарий бөліміне жазып қалдыр. Мен барлығын оқып шығып, дұрыс жауап жазған адамға лайк басамын. Егер видео ұнаған болса, арнаға тіркеліп, лайк баса кет. Және осы видеоны өз достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Ендеше сау бол досым.